Шет тілін үйренуге қаншама ресурс қолданып көріп нәтиже шықпай шаршаған шығарсыз. Тіпті бір жерде тоқтап қалған боларсыз. Жағдай таныс болса, дәл осы видеода қарапайым әрі тиімді 3 әдісті талқылаймыз. Бұл сізге жаңа серпін береді. Тіл Explorer сіз сияқты жаңа тіл үйренуге қызығатындарға арналған. Және бұл жерде сіздің тіл үйренуіңіз тиімді әрі қызықты болады. Ендеше ең басты 3 қиындыққа назар аударайық. Бірінші мәселе тіл үйренуге арналған ресурстардың тым көп болуы. Әрқайсысы жақсы көрінетін шығар, бірақ бұлардың бәрін қолдануға сіздің уақытыңыз бен күшіңіз жетпейді. Нәтижесінде бірдеңені дұрыс істемей жатқан сияқты сезінесіз. Екінші мәселе мотивацияның тез жоғалуы. Бастапқыда жаңа бір тіл үйрену қызық, бірақ уақыт өте келе әртүрлі қиындықтар мен монотондық процестер сізді жалықтырады әрі тоқтатады. Үшінші мәселе тіл үйренуге уақытыңыздың жоқтығы. Күнделікті өмірдің қарбаласында жаңа нәрселерге уақыт табу оңай емес. Бұл жағдайлар сізге таныс шығар. Онда видеоның соңына дейін көріп, шешімін бірге табайық. Ал кеттік. Алдымен ресурстардың тым көптігіне тоқталайық. Бұл мәселе жаңа тіл үйренушілер арасында жиі кездесетін қателік. Көп адам жаңа тіл үйренуді бастағанда әртүрлі кітаптар мен қосымшаларды жүктеп алып, олардың әрқайсысын қолдана бастайды. Бірақ бұл негізінен сіздің уақытыңызды босқа кетіруі мүмкін. Себебі ресурстардың саны артқан сайын сіз нақты бір жүйеге сүйенудің орнына зейініңіз шашыраңқы болып, әртүрлі материалдардың арасында адасасыз. Мысалы, сіз бірнеше кітап тауып, олардың әрқайсысын жеке-жеке қарап шығып, соңына дейін жеткізбей қоясыз. Мұндай жағдай бәрімізде болған. Көпшілігіміз оқулықты бір жерден бастап, қызығушылық жоғалса болды, оны бір шетке сырып қойып, басқа ресурстарға ауысамыз. Тіл үйренуге деген құштарлығыңызды азайтады. Ал шын мәнінде бар болғаны бір ғана кітап пен бір ғана қолданба жеткілікті. Бірақ сол ресурстарды дұрыс таңдай білу өте маңызды. Мысалы, оқуға арналған Асимил кітабының құрылымы өте қарапайым әрі түсінікті. Ол күнделікті өмірде жиі қолданылатын диалогтардан тұрады. Сондықтан тіл үйрену барысында сізге бірден практикалық пайдасын тигізеді. Әрбір сабағы қысқа әрі нақты болғандықтан материалды игеру жеңілдейді. Қосымшаларға келер болсақ, Duolingo тіл үйренуді бастаушылар үшін өте ыңғайлы. Оның негізгі ерекшелігі қарапайым интерфейсі мен геймификацияланған тәсілі. Сіз күн сайын бірнеше минут уақытыңызды бөліп, ойын арқылы жаңа сөздерді, грамматикалық құрылымдарды және сөйлеу дағдыларын дамыта аласыз. Бұл сізге мотивацияңызды сақтауға көмектеседі және күнделікті жұмыс режимін ұстануға мүмкіндік береді. Бірақ ресурстарды таңдағанда ең алдымен өз мақсатыңызды нақты анықтап алыңыз. Сіз қандай деңгейді меңгергіңіз келеді? Егер сіздің мақсатыңыз шетелге саяхаттағанда қарапайым диалогтарды түсініп сөйлеу болса, тек қарапайым сөйлемдер мен базалық сөздерді үйрену жеткілікті. Мұндай жағдайда күрделі грамматика немесе әдеби мәтіндерге уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Ал егер сіз кәсіби деңгейге жетуді көздесеңіз, грамматиканы тереңірек зерттеп, ресми стилдегі материалдарға көбірек көңіл бөлгеніңіз жөн. Адамдар жиі көбірек ресурс қолдансам, тілді тез үйренемін деп ойлайды. Бірақ бұл тәсіл көбінесе кері әсерін тигізеді. Тым көп ақпарат адамды шаршатып, басымдықтарды анықтауға кедергі келтіреді. Нәтижесінде сіз өзіңізге ыңғайлы материалды табудың орнына қай ресурсты қолданатыныңызды шешуге көп уақыт жұмсайсыз. Ең бастысы ресурстардың саны емес, олардың сапасы мен сіздің үйрену процесіне бейімделуіңіз маңызды. Мысалы, Асимил кітабындағы диалогтарды оқып, Duolingo арқылы оларды біріктіріп бекітсеңіз, біртіндеп нәтиже көре бастайсыз. Әрбір қадамды жүйелі түрде жасау арқылы материалдарды игеру әлдеқайда жеңіл болады. Сонымен қатар ресурстарды таңдауда асықпаңыз. Әрбір жаңа ресурс сіздің мақсатыңызға сәйкес келетін келмейтінін тексеріңіз. Бір материалды аяқтамайынша басқа ресурсты қолданбай тұра тұрыңыз. Бұл тәсіл тек уақытты үнемдеп қана қоймай, сіздің мотивацияңызды сақтап қалуға көмектеседі. Ресурстарды таңдаудағы мұқияттылық үйрену процесінің тиімділігін арттыратын негізгі факторлардың бірі. Енді мотивация туралы сөйлесейік. Мотивацияның жоғалуы тіл үйренушілердің негізгі мәселелерінің бірі. Әдетте бәрі өте қызықты басталады. Алғашқы күндері жаңа сөздерді жаттау, грамматикалық ережелерді зерттеу және жаттығуларды орындау сізге қуаныш сыйлайды. Бірақ 2 аптадан кейін бұл қызығушылық бәсеңдеп, сіз бұны жалғастырудың қажеті бар ма деп ойлай бастайсыз. Бұл мотивацияның уақытша нәрсе екенін көрсететін нақты мысалы. Мотивация тұрақты болмайды, бірақ оны әдетке айналдыруға болады. Мұның басты тәсілі кішкентай қадамдармен бастау. Өзіңізден көп нәрсе талап етпеңіз. Алғашқыда күніне бар болғаны 10-15 минут тілге уақыт бөліңіз. Бұл сізге шамадан тыс күш салмай алға жылжуға мүмкіндік береді. Жаңа сөздерді жаттаңыз, қысқа мәтіндерді оқыңыз, немесе қарапайым диалогтарды қайталаңыз. Өзіңіздің алға жылжуыңызды бақылап отыру да өте маңызды. Мысалы, аптаның соңында өзіңізге кішкене есеп беріңіз. Мен осы аптада қанша жаңа сөз немесе фраза үйрендім.
Қанша диалог жаттадым, қанша минут тілге уақыт бөлдім деген сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл сізге нақты нәтижені көріп, мен дамып жатырмын деген сенімділік береді. Сенімділік мотивацияның негізгі қозғаушы күші. Тіл үйренуді өзіңізге қызықты етуге тырысыңыз. Сіз сүйікті фильмдеріңізді шет тілінде көре аласыз. Бұл тек тыңдау дағдыларыңызды ғана емес, сөйлеу интонациясын да жақсартады. Немесе шет тіліндегі әндерді тыңдаңыз. Әндердің сөздерін түсінуге тырысып, жаңа сөздерді жаттаңыз. Бұл көңіліңізді көтеріп қана қоймай, білімді жеңіл қабылдауға көмектеседі. Сондай-ақ тіл үйренуді нақты бір мақсатқа негіздеңіз. Мақсатыңыз қандай болса да, сол бағытта жұмыс істеу мотивацияңызды сақтауға көмектеседі. Мысалы, шетелге саяхаттауды жоспарлап жүрсеңіз, сол елдің мәдениеті мен күнделікті өміріне байланысты сөздерді жаттаңыз. Бұл сіздің тілді үйренуге деген ынтаңызды арттырады. Тілді өміріңізбен байланыстырудың тағы бір тиімді тәсілі оны ойынға айналдыру. Мысалы, өзіңізге шағын жоспарлар қойыңыз. Күніне 10 жаңа сөз жаттау, бір апта ішінде бір диалог жаттау, немесе күн сайын шет тілінде бір сөйлем құрастыру. Бұл тәсіл тек мотивацияны сақтап қана қоймай, тіл үйрену процесін қызықты етеді. Бір сәтке өзіңізді алысқа көз жүгіртіп, саяхатшы ретінде елестетіңіз. Әрбір жаңа сөз, әрбір жаңа сөйлем бұл сіздің мақсатыңызға апаратын қадам. Мотивация сізге сол жолды бастауға көмектессе, әдеттер мен тұрақтылық оны аяқтауға мүмкіндік береді. Қандай қиындық болса да, сіз оны жеңе аласыз. Ал енді уақыт тапшылығы туралы айтатын болсақ, көп адам тіл үйренуге уақыт жоқ деп ойлайды. Бірақ бұл шектеу тек қана біздің ойымызда бар. Әр күн сайын біз өзімізге ыңғайлы сәттерді таба аламыз. Тек соны тиімді пайдалануды үйрену керек. Мысалы, үйде тамақ пісіру немесе үй жинау кезінде тіл үйренуге болады. Бұл сәттерді ысырап етпей, шет тілінде аудио сабақтар немесе подкаст тыңдаңыз. Осылайша уақытты босқа өткізбей, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін үйренуге мүмкіндік аласыз. Сонымен қатар, көлікте жүргенде немесе жолда келе жатқанда сіз тыңдай алатын аудио сабақтар бар. Бұл сіздің күнделікті істеріңізді бұзбай, тіл үйрену процесін үздіксіз жалғастыруға мүмкіндік береді. Күнделікті өмірді тіл үйренумен үйлестіріп, уақытты тиімді пайдалануға болады. Тіл үйренуге уақыт таппаймын деп ойлаудың қажеті жоқ. Мысалы, сүйікті сериалыңызды шет тілінде көріп, жаңа сөздер мен тіркестерді үйренуге болады. Бұл тіл үйренудің қызықты және көңілді әдісі болып табылады. Егер уақытыңыз шектеулі болса, ең бастысы не қажет екенін білу. Мысалы, күнделікті қолданылатын фразалар немесе сізге қажетті сөздерді үйренуге бағытталған оқу процесі сіздің нәтижеге жетуіңізге жылдам көмектеседі. Тіл үйрену үшін көп уақыт қажет емес. Күнделікті тұрмыстық әрекеттеріңізді тіл үйренумен үйлестіре отырып, көп нәрсені үйренуге болады. Тек тұрақтылық пен уақытты тиімді пайдалану маңызды. Сонымен бүгін біз тіл үйренудегі 3 басты мәселені қарастырдық және олардың шешімдерін ұсындық. 1. Ресурстарды азайтып, тек сенімділерін таңдаңыз. Тым көп құралдар мен әдістер араласып кетсе, сіз нәтижеге жетудің орнына шатасып қаласыз. Қарапайым әрі тиімді құралдарды таңдап, оларды тұрақты пайдалану керек. 2. Тіл үйренуді күнделікті әдетке айналдырыңыз. Мотивация уақыт өте келе төмендейді, бірақ әдет сізді алға жетелейді. Әр күні 10-15 минут қана уақыт бөліп, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін үйрену жеткілікті. 3. Уақытыңызды тиімді қолданыңыз және тіл үйренуді өміріңіздің бөлігі етіңіз. Үй жинап жатқанда немесе жолда жүргенде тіл үйренуге болады. Осылайша уақытты босқа өткізбей, тіл үйрену процесін жалғастыра аласыз. Егер бұл кеңестер сізге пайдалы болса, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басыңыз. Өз тәжірибеңізбен бөлісіп, пікір қалдырыңыз. Сізге қай әдіс көбірек көмектесті? Тіл эксплорермен бірге жаңа білімге қадам басайық. Жаңа білімге бір қадам жақындап, тіл үйренуді бүгіннен бастап жеңіл әрі қызықты етейік.